Бейнероликтің демеушісі One X компаниясы. Жоғары кайфтер, жедел төлемдер және оперативті қызмет көрсету орталығы тек сол жерде. One X сілтемесі төменде. Мысырда Мухаммед Салах қылмыскерлердің бейнесіне айналды. Нойер мансабының болашағы жөнінде шешімге келді. Камп Nou алаңындағы тарихи камбэк француздық сөздік қорына жаңа термин енгізді. Осы және де өзге де қызықты жаңалықтар топтамасы дәл осы бейнероликте. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. АПЛ-дың ресми сайты Англияның үш клубында өнер көрсететін тағы 6 футболшыдан COVID-19 індеті анықталғанын хабарлады. Десе де бұл жайт АПЛ-дың жалғасуына әзірге түрткі болмады. Енді бәрі жақсарып келе жатқанды қытайлық мақұлық оралмаса болды. Оңтүстік Корея чемпионатының ойындарын жанкелер тамашаламаса да жансыз манекендер футболшыларға қолдау көрсетті. Осы кәрістердің таппайтыны жоқ. МД баспасынан ақпаратына сүйенсек, Миралем Пьянич Барселонаға ауысуды қалайды. Каталондықтар ескі сеньораға футболшы жөнінде ұсыныс тастамаса да, босниялық хаббек Бьянканари басшылығына Барсаға ауысқысы келетінін айтты. Пьянич Роналдумен ойнады, енді Мессидің дәмін татқысы келетін сияқты. АПЛ жалғасын тауып Ливерпуль жүлдені атса, Ағылшын футбол федерациясы мерсисайдықтарға жүлдені табыстау кешін жасап беруді уәделеді. Бұл жөнінде Sky Sport баспасы хабарлады, ал Ливерпуль жанкелері ақырындап дайындала берсе болады. 2017 жылғы чемпиондар лигасынан 1-8 финал аясындағы жауапты ойындағы тарихи камбэктен кейін француздық сөздік қорына ремонтада термині енді. Мағынасы көтпеген жерден орын алған камбэк. Осылайша футбол француздық сөздік қоры саласына үлес қосуда. Ресми Мануэль Нойер Мюнхендік Бавариямен келісімшарт мерзімін ұзартты. Жаңа келісім 2023 жылдың жазына дейін бекітілді. Сондай-ақ осы аптада Бельгия ұлттық құрамасының бас бапкері Роберто Мартинезді 2022 жылға дейін келісімшартын ұзартты. Ардагер жанкүйерлері үшін қуантарлық жаңалықтар. Мысырда 4 қарақшы Мухаммед Салахтың бейнесіндегі былғары бетперделермен дүкенді тонамақ болды. Қылмыскерлердің барлығы бірдей ұсталып, сотқа дайындалуда. Мысырда Салах кез келген істе хит екен. Бейнероликке 2000 лайк қадалса, келесі жаңалықтар топтамасы дереу түрде шығады. Өткен жаңалықтардағы белсенділіктеріңіз үшін ерекше алғыс білдіреміз. Ертең көретіндеріңіз кім мықты айдары, ал әзірге осы. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.